Желтауда мешіт ұстап, бала оқытып жүрген Бекжан сопының Шопан ата басында шырақшы болғанына да 1 жылға жуық уақыт өтіпті. Топшылардың қойымшылығы Шопан ата басындағы шырақшы кетіп, ағайындар сұрағасын келген жайы бар. Бабықтың әжібайынан тарайтын Мыңбай, Селбай ағайындар ұқсап бай болмаса да, Бекжан ескіше хат танитын, ерекше сауатты болатын. Сонысына қараса керек, халық арасында Бекжан сопы деген атпен танымал болатын. Атаның басына зиярат етуге келгендерге Шопан ата жайлы білгендерін, халық жадында қалған уағыз әңгімелерді көп айтатын. Бәсеңдеу, қоңыражай даусымен тыңдаушысын әп-сәтте баурап алатын. Ресейде кеңес өкіметі орнап, күшіне мініп жатқан кез. Маңғыстауға әлі жете қоймады десе де болғандай. Бәлкім, енді даладағы азғана ауылға әсерін әлі тигіз алмай жатыр ма, әзірше тыныш, бір қалыпты өмір өтіп жатыр. Жұбайы Сәрсен бибі Әбубәкір кердерінің жақын қарындасы болып келетін. Әбубәкірдің әкесі марқұм Боранқұл мен мұның әкелері үзеңгілес, әрі тумалас болатын. Кішкентайынан ағасының жырларын жаттап өскен Сәрсен бибі бәйбіше бар білгенін қыздарына үйретіп әлек. 1920 жылдың көктемінде дүниеге келген қызы Оралжанда биылдары әкесіне дәріс алуға жарап қапты. Үлкен қызы Бақытта биыл 10-ға толып отыр. Қолы осы уақытта көрші ауылдың балаларын жинап алып, арабша, латынша оқытады. Өзінің 2 қызы да солардың ішінде. Латын әрпінің бір жақсысы өз ана тілінде жазуға қолайлы болатын, және араб әріптеріне қарағанда оңайлау көрінетін. Биыл қолдан қашап жасаған үңгірді біршама жөндеп, сылап, ішін ақ тасты суға езіп ақтап алған. Іші жазда салқын, қыста жылы ұядай. Қарамағындағы 10 шақты бала ішіне сыйып кетеді. Шіркін, қазағымның пейілі кен ғой, қаншама жоқшылық десе де, тілеухана басында адам аяғы үзіліп көрмепті. Барын әкеліп, садақаларын беріп жатқаны. Оқып жатқан балалардың ата-аналары келген сайын, құр келмей, анау-мынауларын беріп кетеді. Биыл Алла оңғарса, тілеухананы кеңейтпекші. Әйтпесе қазіргі жағдайы әйтеуір жоқтан жақсы. Кеше сонау кетек жақтан ат артып, Боранбай деген жолаушы келе қалғаны. Мақсаты осында бір түнеп, әрмен қарай Бекет атаға зиярат етуге кетпекші екен. Інім, алыстан келесің, не хабарларың бар? Айт отыр, елші тыныш па әйтеуір? Біраз өзгеріс бар ғой аға. Кетік басы абыр-сабыр. Кетік деп отырғаны қазіргі Форт Шевченко қаласы. Майлыбайдың тәлпеңі ауылнай болғалы, басымызға әңгір таяқ ойната бастады. Күнде бірдеңе ойлап табады. Онсыз да әрең күн көріп отырған ауылға қырғидай тиюде. Біресе ет салғы, біресе тері салғы дейме, әйтеуір тыныштық беретін емес. Қолына ұстап отырған кесесін төңкеріп тастады да, жер шұқып отыра кетті. Бірдеңе айта алмай отырғаны анық. Аға, сол неме өткенде бір сөзінде кетіктен ат әскер шығады екен дейме, Маңғыстауды аралап кеңес өкіметін орнататын көрінеді дейме, малдарды жинап алып, қожа молдаларды ұстайды дейме, әйтеуір аузыңа қара қан толғырдың әңгімесі жаман екен. Сақ болыңыз аға, деді. Боранбай келіп кеткелі Бекжан сопыдан ұйқы қашты. Япырай, мына заман не боп барады? Қарабасын ойлап отырған жоқ, 5-6 ұсақ жандығынан басқа малы жоқ. Елдің жағдайы, бала шағасының жағдайы не болмақ? Не де болса амал жоқ. Көппен көрген ұлы той. Жаратқан Алла жар бола көр. Киік жортқан қудалаға солар келе қояр дейсің бе деп күбірлеп, өзін өзі жұбатқан болады. Тек өкінетіні, 2-3 жылдықта рулар шамағайындары, Мыңбай Селбайлар үстіртке көшкенде, бізбен бірге жүр, жалғыз үй отырасың ба айдалада дегенде, тыңдай қоймап еді. Оның себебі аталарының өсіп, өнген жатқан жерін қимағандық еді. 32 тістен шыққан сөз 30 рулы елге жайлады демекші. Малға санақ жүргізбекші. Ишан молдаларды ұстайды екен деген әңгіме ел ішінде гу-гу етеді. Осыдан қорыққан ауылдастары балаларын оқытудан үзілді-кесілді бас тартты. Ендігі жерде сауаттары ашылып келе жатқан 2 қызын оқытудан басқа ермегі қалмады. Жаратқан иеме не жаздым екен, артымда қалып, ең болмаса өнерімді алып қалар бір ұл бермегені, деп іштей налитын. Бар білгенін, жат жұртық болса да, сол 2 қызына үйретіп әлек.
Көбінесе көп бүк түсіп теріс қарап жатып алатын шығарды. Көзі ашық, оқығаны көп Бекеңнің ойлағаны ел тағдыры, замана жүгі болатын. Әскер шығатын болыпты дегелі атаның басына зиярат етушілер де азайған. Бірен-саран жолшыбай соғушылар болмаса, ел аяғы суыған. 27-ші жылдың күзінде бір топ атты әскер Шопан ата басына сау өтіп жетіп келді. Жолдан шаршаған, күздің салқын желі тоңдырған. Келе сала тілеуханаға кіріп жайғасып алды. Ыссы шай ішіп, қарындарына бірдеңе барғасын, кейбіреулері маужырап ұйқыға кетті. Командирі болса керек, кекиген ұзын тұра офицер, ұлты татарма деймін, әй-шайға қаратпастан Бекжанның қолына кісен салды. Онысы қашып кетер деп сақтанған түрі. Сен молдасың ба? Шыныңдай, тағы кімдер бар деп қуырып барады. Қолында тізім, әжігерейіп Бекжан молда деп оқып қояды. Мен молда емеспін, ескіше сауатым бар, бала оқытамын, одан басқа ештеңе білмеймін деп отырып алды. Оған көнетін әлгілер ме? Ертесіне таңқылаң бере, 5-6 жандығын алдарына салып, өзін дедектетіп айдай жөнелді. Кіндік кескен туған жер, адал жары, 2 шеттей қыздары, киелі Шопан ата қонысы, көзден бұлбұл ұшып қала берді. Бекжан сұпы 4 бақ денелі, орта бойлы, қуатты мығымадан болатын. 50-ді енді ғана еңсерген тұла бойы даналықпен қоса күш-қуатқа да толы болатын. Бесеуін бес ұрып, мылтықтарын тартып алып, аяқ қолдарын байлап қашып кетсем ба деген содыр ойда келмеді емес. Бірақ артында қалған үй іші қолын жіпсіз байлады. 3 күн бойы тынбай жүріп отырып, олар Кетік шаһарына да жетті. Маңдайшасына қызыл жала өлген барақ, үй іші абыр-сабыр, кілең қызыл жағалы әскери адамдар, кейбіреулері шүлдірлеп орысша сөйлейді. Бірден дедектетіп тергеушінің алдына келді. Қасында жалпиып Майлыбайдың Тәлпең отыр. Үлкен іс бітіріп жүргендей кісімсіп, қасындағы шикілсары орысқа шала орысшасымен бірдеңелерді түсіндіріп әлек. Бекжан өзі жайлы әңгіме кетіп жатырғанын айтпай-ақ түсінді. Саған молда екенін мойындасын, халықтың басын айналдырып улап жүргенін мойындасын дейді офицер мырза. Жоқ, мен молда емеспін, халықты улағаным жоқ, қайта оқытып сауаттарын аштым. Онда неге сені сұпы дейді, өтірік алдайсың, мойындап қол қой мына қағазға. Жынданып түкірігіне шашалған Тәлпең орыс тергеушіден де асып түсті. Ұрып та, соғып та мойындата алмаған олар шарасыздықтан шаршап, алып кетің деп айғайлады. Қастарында тұрған қарауыл сүйреп апарып тас түрмеге тоғытты. Есін жиып көзін ашса, қолқан атарлықтай шуаш иіс. Бөлмешінде өзі сияқты 30 шақты адам, ішінде өзі танитын Қаржауишан, жарым молда сияқты біраз адам бар екен. Тізім жасап берген Тәлпең ит көрінеді. Көріңде өкіргір, түбімізге жететін болды деп қарғаны отыр біреуі. Осылай итқорлықта жатқандарына 3-4 ай болды. 1928 жылдың көктемеде туғалы тұр. Әйтсе де әлі күн ызғар, өңменіңнен өтер суық жел. Таңертең ертемен барлығын шығарып портқайдай жөнелді. Ешкім ештеңе айтып жатырған жоқ. Қайда баратындар белгісіз. Ішіндегі Тәлпеңнің жамағайыны сұрап қоймағасын, жер аударады сендерді деген күңкіл естілді. Әйтеуір атпайды екен, оған да шүкір дейді кейбіреулері. Сонымен 30-ында қуып апарып, жағада тұрған бу кемесіне тықты. Қара түтінін будақтатқан кеме батысқа қарай жол тартты. 2 күн 2 түн бойы ауыр кеме теңіз толқынын тілгілеп қозғалып келеді. Соңғы кезде баяулап кідірмелеуі көбейді. Басқару каютасынан айғай естіледі. Бу қазаны істен шыққан. Оның үстіне қырсыққанда телеграф байланысы да жасамай тұр. Ендігі жерде ғайыптан тайып жолшыбай кеме кездеспесе, аман қалулары екі талай. Кеме үстіндегі әскери күзетшілерді, теңізшілерді де үрей басқан. Дәрменсіздік жайлаған. Қамаудағыларға күнделікті беретін сұлы көжесі де қысқарған. Күніне 1 рет береді. Арада 1 апта өтті. Камераға от жағуды доғарғалы, бөлме іші азынап, күркілдеп жөтелушілер де көбейді. Бұлай отыра берсек аштан өлеміз, бір айла істеу керек деп, кеме боцманы зар елеп отыр. Аяқ астынан қарауыл бастығы орыс офицері бір шешімге келді. Тез арада тұтқындардан құтылу керек, әйтпесе көп ұзамай өзіміз өлеміз дейді. Танауы желпілдеп, қанішердің көзінен от шашып тұр. Кеменің қамақ бөлмесінің есігін ашып, палубаға шығыңдар, тез деген боцманның даусы құлақты жарды.
Аштықтан бұратылған тұтқындар еріксіз сүйретіле орындарынан тұрып төбеге шыға бастады. Бұлардың арам ойын бірден түсінген Бекжан қасындағылармен қоштаса бастады. Өзегін өртеген әттеген айлар, тұла бойын жайлаған шарасыздық кеудесін қысып тұншықтырып барады. Кеңес өкіметімен бірге келген халқының басындағы тажал, сол тажалға қарсы тұрар дәрменсіздік өкініші өне бойын бір сәт шарпып өтті. Бәрін кеме жағасына тұрғызып қойып, мылтық кезеніп секіріңдер деп айғайлап тұр жаналғыштар. Амалдары құрған тұтқындар жапа-тармағай суға секіре бастады. Осылайша әп-сәтте 30 адам көк теңізге шөміп жоқ болды. Еркек тоқты құрбандық деген осы. Тұтқындарды тиеп шыққан кеменің келетін уақыты өткелі бірнеше күн болған еді. Баку гарнизонының бастығы алдарынан шығып іздеуге пәрмен берді. 3 күн өткенде барып, толқын тербеп тұрған Нәмбу кемесінің үстінен шықты. Кеме басы тып-тыныш, жым-жырт, тіршілік нысаны білінбейді. Іздеушілер командирі палубаға көтеріліп үнсіз состиып тұрып қалды. Кеменің тұтқындар қамайтын бөлмесі бос, үңірейіп, үрейлі аузы ашық жатыр. Кеме экипажының бөлмесіне кіргенде барып болған жағдайды бірден түсінді. Аштықтан, суықтан қырылған экипаж мүшелері жайрап жатты. Кеме капитанының көзі ашық қалыпты. Көзі әлде үрейге, әлде өкінішке толы бақырайып қатып қалған екен. Бейкүнә 30 адамның қаны жібермепті. Насреддин Қожырбайұлы.